Құртқаны қалаға қайтарып жіберіп, Қобыланды сол маңайдағы бір төбенің үстіне тайбурылын лектіп шыға келді. Қарлығаның уәдесі бар. Бүгін түстен қалмау керек. Қызда болса, сертіне берік серігін іздеп алаңдап тұр еді. Өзінің келген өкше ізінен түйдек-түйдек бұрқыраған шаң көрінді. Сәлден кейін әлгі шаңды оқ бойы артқа тастап, Тарлан ат көзіне жылы ұшырады. Тарланның шабысы керім. Төрт тұяқпен күреңсе белдің топырағын күре лақтырғанда, айдалада құйын көтеріліп, көкжиекті тұтас бүркеп, қою шаңнан шымылдық тұтты. Тарланның үстіндегі Қарлығаның алтын дулығасын күн шағылыстырып, Қобыландының көзін ұрғанда, қыздың қуанышты даусы сыңғырлап төгіліп, құлағына да жетті. Содан жүрегі жарылардай, еңсесі көтеріліп, жұдырығын уқалап жіберген батыр, шаң сәл сейілгенде, Тарланмен құйрық тістесе келе жатқан көкбестіні шалып қалып еді. Бой сала қарап, сейілдің ұлы Қараманды жазбай таныды. Құрдасқа деген ашу өкпеден түк қалмай, Қараманды көргенде Қобыландының жүзіне сүйініш табыйды. Көз қиығына ұрланып үйірілген ыстық жасты шынашағымен шекіп тастап, енді қатарласа жүйткіген екеуге қолын бұлғап, айғайлап тұрғанда, әлгі шаң пердесін жырты айырылып, үшінші адамның қарасы көрінді. Мәссаған, мына Қарлыға ерледі-ау, жалғызбын деп жабығып жүргенде, дүниенің төрт бұрышынан тілектес досты түгел жиып әкеле жатыр ғой, деп үшеудің өзін мың-сан қолға балаған Қобыланды, төбесі көкке тигенде екіленіп тұрып, әлгі батырды ұзақ бажайлады. Отырысы нағыз. Астындағы жіңішке жирен. Бұл кім болды екен? Апырай, орақ батыр емес пе? Сол ғой. Қияттағы жиен еді. Шешесі Қамқа Қыпшақ қызы болатын. Нағашы жұртын жау шапқан соң, Қайран батыр жата алмаған екен-ау. Әй, Қарлыға, еңбегің сіңді-ау әбден. Сол екі ортада үш батыр түйдек-түйдек келіп, төбе басында тұрған Қобыландының қасына жетіп тоқтады. Қарлыға мен Қараманды бір-бір құшақтап, бауырына қысып босатқан соң, Қобыланды өзіне қолын ұсынған бейтаныс батырға күле қарады. Айдынды орақ, айбалтасы қанды орақ, сен боларсың жігітім. Ие, Қобыланды, сол менмін, армысың? Бар бол жиен, жеткен екенсің. Қырық серкешімді жауға жібергенше, жауды қуып тастап, айдап қайтқан жөн емес пе нағашы? Деп әзілдеп тұрды да шынға көшті. Қарағым Қобылан, еліңді жау шапқан хабарын түс алдында ғана естіп, дайындала бастап едім. Оның үстіне Қарлыға келіп, жүрдегесін, дұшпанға намысты қолдан бермеймін деп келіп қалдым. Енді өзің бастай бер. Қобыланды үш серікке қуана қарап, тағы да құшағын жайды. Алшағырдың ордасында. Әй, қара берім оң сөйле, сары дәуім жөн сөйле. Келді деймісіңдер, кекпен түйіліп төнді деймісіңдер, онда төбемізден ұрған екен, деп Алшағырдың кәрі шешесі сиқыр кітабын алдына жайып қойып, өз-өзінен самбырлай сөйлеп отыр. Әй, зауал таппай қояр ма? Қастандығын қабағынан құлатып, көңіліне зәрін үйіп келіп тұрған мынау кім? Қобаған мұрын, қой көздеген. Алма бетті,
Нұр жүздің ашу мен түйілуіне қарағанда, дәуде болса осы тап Қобландының өзі. Ал мынау Қорасан жүзге ызғар шақырып, қой көзді шатынатып тұрған қараман ғой. Пай, тарлан аттың төгілген жалы көрінді-ау. Оу, үстінде кәмшат бөркін шекелеп кеп келе жатқан мынау кім? Сүйегі біздікі де, еті басқа қарлыға қыз болғаны ма? Шыққыр көзім, тағы кімді көрсеткелі келесің? Қабағын қарш жауып алып, жіңіске жирен атты қаншырдай жаратқан айбынды орыққа ұқсай ма? Сол ғой, сол. Кемпірдің қорыққанынан көзі шарасынан шығып кетті. Алдындағы жаюлы жатқан кітапты ысырып тастап, бүкеңдей басып, баласы Алшағырдың ордасына жүгірді. 4 қабат кілемнің үстінде төбедей болып жатқан ұлының басында тұрып шаң-шаң кетті. Ойбай балам, тұрсаңшы. Кітабымды ашып едім, перімді шақырып едім. Көрдім де түңілдім. Түңілдім де өзіңе қарай жүгірдім. Сақтан, балам, сақтан. Дүниенің 4 тұтқасындай 4 алыпты көрдім. Бастығы Қобланды. Аспанын жабылып, күнің сөніп барады-ау, Алшағыр, тұрсаңшы енді. Алшағыр кең төсекте көсіліп, буындарын сарт-сұрт еткізіп керіліп созылды. Көзін ашып шұқшиды. Қабағын түйіп түксиді. Әй, алжыған анамай, садақ тартар білегім сынбаса, қобалжыр жүрегім бар ма еді? Қорыққан көздің кірпігі қол болып көрінген шығар. Қазанмен соғысып, көбіктеден өлген Қобландының қураған сүйегі салдырап келмесе, қақпамның алдында көлеңдейтін көлеңке табылар ма? Неше жерден балшы болсаң да, дәл осы жолы жаңылсып тұрсың, апажан. Баласының сөзіне сенбегенін көргенде, кемпірдің жаны ышқынып, даусы шырылдап кетті. Әй, балам, ай балам, қапысыз ердің қасиеті артық болушы еді. Тілімді алар емессің. Тайбурылдың екпіні, үлкен тепкіні еліңе салар. Таңбасыз малыңа таңба салып, енсіз қойыңа ен салар Қобланды келді. Басыңнан бағың тайғанда, астыңдағы тағың сол жалғыздың еншісіне көшер. Қайтейін, ақылымды тыңдамасаң, еліңді сол билеп, үстіңдегі ақ сауытыңды да сол Қобланды кер. Ор түбінде өскен бәйтерегім едің, Алшағыр. Тамырыңды жерге жайып, жапырағыңды күнге тосқан сенің саяңда мен пақыр анаң ештеңеден уайымсыз жүруші едім. Сол дәуренім де аз қалды. Сол қетіп сынып құлайтын кезің таяу. Анаңның айтқанына құлақ аспасаң, онда өлмес күнімді өзім көрейін. Қаныкейдей көрікті қызымды жауымның қолына түсірмей, күймеге салып алып қашармын. Жасырармын жау көзінен, түсірмеспін назарын. Ал сен, балам, әлі де тіл ал. Сақ бол, Қобланды тегін жау емес. Кемпір сол бойда жүгіріп жүріп, ешбір дүние мүлікті алмастан, мәпелеп өсірген аяшын жабық күймеге отырғызды да, қосат жеккен делбені сарт еткізді. Қос қарагердің жалпақ сауырларына ала қамшыны төпеп ұрып келеді. Аш қақпаны, тез ашыңдар. Алшағырдың кәрі шешесін таныған қақпа күзетшілері күймені бөгеген жоқ. Қос жарма есік сықырлап ашылғанда, сынаптай сырғаған күйме кең жазықты бетке алып, шаң шұбыртып ұзай берді. Қарлыға қақпаның қасында астындағы тарланның басын тұқырта тартып, оқшау тұр еді. Алтынды күйменің күнге шағылысқан төбесін көргенде тақым қысты. Далада жел есті.
тұлпар екіленді. Әне-міне дегенше күймені қуып жетті. Қарлыға алдаспанын жарт еткізіп, қынабынан суырып алып күйменің артын тіліп жіберді. Тіліп жіберді, үрей ұшып, көздері бақырайып, үн шығаруға шамасы келмей дірілдеп отырған қызды бір жұлқып тарланның сауырына салып алды. Кемпір байғұс артына қарар емес. Көрікті қызымды азап пен мазақтың құтқарып әкетіп барам деген қораш тілекпен қос атты кезек сабалап, құйындатып алыстап, сағым арасына кіріп жоқ болды. Қарлығаның қайратын төбе басындағы үш батырда көріп тұр еді. Олжалы келе жатқан Қарлыға сұлу жақындағанда, Қараман атын тебініп қалып алдынан тосты. Пай-пай, Қарлыға жанай, ерлігіңді өзім жасағандай қыбымғанды ғой. Неткен алғыр едің. Батырдың батылдығын олжа салғызып та сынаушы еді. Олжаңнан сауға тілеймін, сауға Қарлыға жан, сауға деді. Көздері Қаныкейді аймалап, жалпап, бет жайылып сала берді. Қарлыға қаршыға көзді бір түйреп өтті. Көлге біткен қоғадайсың десем, қорлады дерсің Қараман. Бүршігі жоқ тігенсің десем, тілдеді дерсің Қараман. Әй, бірақ сенің артық бағаңды бір көрмесем, Құдайдан сұрар шамаңның жоқ екенін өзіңде ұққан шығарсың. Қол жаюдан басқа білерің жоқ. Алдыңа біткен мал мен жанды Қараман-ау, сауғадан жиған тәріздісің. Тарлан атты қара терге мал шынтқанда, осы мен сен сияқты қияттың көзі тоймас ашқарағын байытқалы жүрмедім. Оның үстіне сен тіпті менің де еркімді көркіммен қоса саудалап жүрсің ғой. Қараман бір қызарды, бір бозарды. Бұрыла беріп қайта оралды. Қатты айттың-ау Қарлыға. Түсіндім сырыңды. Бірақ сені олжа емес, жолдас деп Қобыланды алдымды орамап еді. Қаныкейді берсең, бас азаттығың бір жолата бекімес педі. Қарлығаның көзінен ыстық жасы ыршып, тарланның жалына секіріп-секіріп түсті. Көрікті қызды Қараманның қолына ұстатып, бас бостандығын сатып алған Қарлыға, сонау жерде тұрған Қобыландыға елжірей қарағанда, бар сүйінші сол қарасқа сыйып кеткен еді. Бесеу болған соң азын аулақ ауыл болғандай, кілең жастардың күлкісі де көңілді естілді. Қаныкей болса, ұзақты күн басқан іздерін аңдып отыратын қатал бақташы, кәрі кемпірдің ызғарынан құтылған соң, жүзіне қан жүгіртіп, табиғат құдіреттің бар ырқына бар болмысын еркін тапсырып, сыңғыр күлкіні тіпті үдетті. Әсіресе Қараман қатты желікті. Аузын ашса әзіл тастап, тілі қыбырласа қалжың айтып, жұрттың бәрінің көңілін тауып отыр. Қаныкейге қарай жүрегін дірілдетіп көзін сүзеді. Бірде қыздың өңі ұнаса, бірде сәні қызықтырады. Қызды сезімтал, Қараманның оң тізесін баса отырып, қоржындағы азықтан сүйір саусақпен үзіп алып, ең дәмдісін Қараманның аузына тосады. Көңілді шақтың көзді ашып жұмғанша өте шығатыны бар емес пе? Таң шолпаны әлгінде ғана танадай жарқырап, там түскелі тұрғалы сол еді. Таң сарайғанда тарыдай ұсақталып батып кетті. Қобыланды орнынан сілкініп тұрды. Батыр тұрған соң, қалғандары да қозғала бастады. Қару-жарақтарын тағынып, ақ сауытын киініп, қарына найзаларын ілді. Белдеріне шарболат қылышын байлады. Ал кеттік ерлерім. Тайбурыл ойнақтай басты. Ала байрақта таң шапағында қызыл нұр ойнатып, қақпалына келген Қобыландының ақырған атойлы даусы жеті көш жерге жайылды.